бәріне сендер еркек лайк каналынасыңдар. Бүгінгі тақырыпта негізі ұялшақтарға арналған тақырып қыздармен интернетте қалай танысу деген тақырып болады. Бұл тақырыпта көбінесе ұялшақтарға арналған. Ұялшақтар дегеніміз кімдер? Олар интернетпен және далада таныса алмайтын жігіттер. Сол себептен бүгін сендерге мен өз тәжірибемді үйретемін. Бірінші, ұялшақтар кімдер? Олар далада болсын, басқа жерде болсын таныса алмайды. Ұялап жүреді. Ал интернетпен танысуға оңай болғандықтан олар интернетпен де таныса алмайды. Танысқанмен де олар тек интернетте отырып кездесуге де шақырмайды. Сондықтан сендерді бүгін үйретем. Ең бастысы телефонды аламыз, немесе компьютер, ноутбук, соның ішіне танысу сайтын жүктейміз. Ол біріншіден Badoo және Друг вокруг. Негізгі танысу сайты ең қазіргі уақытта ол Badoo сайты. Badooға тіркелесіңдер. Қалаған жасты таңдайсың. Негізі жастар көп жазбайды, көбінесе 30-дан жоғары, 30 бен 40 жас аралығында жақсы жазады, жауап береді. Қалай жазу керек? Егер сен ұялшақ болсаң, бірінші сәлем, сөйтіп танысып, соңында не үшін мақсаттарын жазасыңдар. Көбінесе ол сайттарда жай танысу болмайды. Және ұятсыз заттар жазуға болмайды. Өйткені сендер сөйтіп жазсаңдар, онда сендер тез арада сендерді игнорға тығып тастайды. Сол себептен ұятсыз жай жазуға болмайды. Негізгі сәлем, қалайсың? Жақсы. Сендер сұрайсыңдар, осы сайтта бұрыннан бері отырсыңдар ма? Қандай мақсатпен отырсыңдар деп сұрайсыңдар. Және де өздеріңнің ойларыңды айтып кетіңдер. Мысалы, жігіт былай жауап беру керек. Мен серьезный отношение іздедім. Сөйтіп жазсаңдар, қыздар онда сендерге сене бастайды да, және олармен танысу оңай болады. Және оның тез арада телефонын сұраған дұрыс. Ұзақ сайтта отырудың қажеті жоқ. Телефон аламыз, 5 минуттен звондаймыз. Егер оның енді үлкен жастар оңай ғой сөйлесу. Сол себептен әр адам өз жасын іздейді көбінесе. Бірақ сайтта көбінесе жастар жазбайды көбінесе. Жастар ол далада танысады. Көбінесе үлкен әйелдер, көбінесе ажырасқан, солар Badoo'да отырады. Сол үшін ұялшақтарға Badoo'дан танысқан дұрыс. Тағы басқа қиындығы жоқ. Интернетке кіреміз, сайтты жүктейміз, әдемі суреттер қоямыз өздерінің. Танысатын қыздар барлығы сурет сұрайды, сурет жіберіңдерші деп. Сосын жақсылап тұрып суретке түсіп аламыз. Шашымыз тарап, душқа түсіп деген сияқты. Сосын суретке түсеміз, сурет жібереміз, не үшін отырғанымызды айтамыз, серьезный отношение іздеп жүрмін, ондай әлі қыз таппадым, көбісі не серьезный екен деп айтып жүреміз. Болды, сонымен айтқаннан кейін қыздар номерлерін береді, номерлерін аламыз да звондаймыз. Звондағаннан кейін ұзаққа созбай қызбен кездесу керек. Әйелмен ба, қызбен ба, енді әр адамның өзінің шешімі. Кездескеннен кейін болды, сонымен былай негізі Badoo'мен танысу оңай. Бірақ ойдағыдай қыз келмейді ол жақта. Ойдағыдай қыз болмайды. Сол себептен
мен мысалы Бадо, Друкпа дегендерге бұрыннан бері отырғам, қазір отырмаймын. Өйткені далада танысқан дұрыс. Далада қызды көресің, ойдағыдай аласың, ал интернетте ол деген тек ұялшақтар мен уақыттар жоқ адамдарға болады. Солай жігіттер, подписка қылаймыз, жазыламыз, тағы да қызық нелер болады, видеолар, танысу туралы көптеген әңгімелер көп. Сол себептен бүгінгі видео тек ұялшақтарға арналған видео болған. Ол тек интернетпен танысу сияқты нелер, сайттар. Жақсы.